Ағаю моржды көргенде неге бірден шабуылдамайды? Жауабы сіз ойлағандай қарапайым емес. Морж ағаюдан әлде қайда баяу. Морж ұзақ қашықтыққа жүгіре алмайды. Морж тіпті құрлықта жүргенде өз денесінің ауырлығынан әрең қозғалады. Бірақ сонда да бір ересек моржға шабуыл жасау ақ аюдың өзі үшін өлімге айналуы мүмкін. Неге? Өйткені морждың денесінің астында жүздеген килограмм май, қалың тері және табиғи сауыт сияқты қызмет ететін тіндер бар. Ал оның екі жағындағы ұзын азу тістері ше? Жыртқышты өлтіруге арналған арнайы қару емес сияқты. Шайқас кезінде бірақ өте қауіпті құралға айнала алады. Бірақ ең қызығы бұл да емес. Арктикада кейде ағаюды моржды өлтіруге емес, оның әлсіздігін іздеуге келеді. Міне, дәл осы жерде табиғаттың ең қатал ережесі басталады. Кім күшті деген сұрақ әрқашан маңызды емес, кімнің әлсіз жерін бірінші тапқаны маңызды. Армысыздар, сіз қазір жай ғана жануарлар туралы видео көріп отырған жоқсыз. Бұл табиғаттың сырт көзге көрінбейтін заңдарын бірге зерттейтін жануарлар шындық арнасы. Біз бүгін екі алыпты салыстырмаймыз. Біз олардың неге дәл осылай өмір сүретін түсінуге тырысамыз. Ағаю неге жалғыз жүреді? Морж неге жүздеген болып жиналады? Неліктен ағаюдың ең мықты қаруы кейде оның тісі де тырнағы да емес? Ал морж неге өзін әлсіз сезінбейді? Тіпті алдында әлемдегі ең ірі құрлық жыртқыштарының бірі тұрса да. Егер табиғаттың осындай жасырын механизмдері қызық болса, жануарлар шындығына жазылып қойыңыз. Өйткені бұл арнада біз жануардың не екенін ғана емес, неге бұлай істейтінін іздейміз. Ал енді Арктикаға аттанайық. Ағаю қардың түсіне емес, теңізге байланған жыртқыш. Ағаюды көргенде адам бірден қарды елестетеді. Ақ жүн, ақ мұз, ақ шөл, бірақ бір қызық нәрсе бар. Ағаюдың жүні шын мәнінде ақ түсті пигменттен тұрмайды. Оның жүні жарықты шашыратып бізге ақ болып көрінеді. Ал жүннің астындағы терісі қара. Неге? Өйткені ағаю үшін жылу жайлылық емес, жылу тірі қалудың мәселесі. Арктикада мұздың үстінде жел соғып тұрғанда денеден жылуды жоғалту өте қауіпті. Сондықтан оның бүкіл денесі суыққа бейімделген. Құлағы салыстырмалы түрде кішкентай, мойны ұзын, денесі созылыңқы, ал табандары үлкен. Бірақ сол табандардың ең қызық қызметі жүру ғана емес. Олар мұз үстінде салмақты кеңірек таратып, аюдың жұқа мұзға түсетін қысымын азайтуға көмектеседі. Яғни, ағаюдың денесі кездейсоқ пайда болған алып дене емес. Бұл миллиондаған жылдық табиғи инженерияның нәтижесі. Ағаюдың нақты қаруы ол күту. Көп адам ағаюды шабуылдайтын, жүгіретін, қуатын жыртқыш ретінде елестетеді. Бірақ оның ең қауіпті қабілеті басқа. Күту. Ағаю кейде итбалықтың мұздағы тыныс алу тесігінің маңында ұзақ уақыт бақылау жүргізеді. Итбалық қай жерде пайда болатынын білмейсіз. Аю да білмейді. Бірақ ол күте алады. Сағаттар бойы. Тіпті қозғалыссыз. Ал су астынан итбалықтың басы көрінген сәтте бірнеше секундтың ішінде бүкіл жағдай өзгереді. Бұл жерде күштен бұрын стратегия жұмыс істейді. Сондықтан ағаюды жай ғана күшті аю деп атау оның ең маңызды қабілетін түсінбеу. Ол энергиясын босқа жұмсамайтын стратег. Енді моржға қараңыз. Ал енді ағаюдың алдында тұрған жануарға назар аударайықшы. Бұл морж. Бір қарағанда ол ағаюға қарағанда тым ауыр, тым баяу және тым икемсіз сияқты. Бірақ табиғат моржға жылдамдық бермеген. Оған басқа нәрсе берген. Қорғаныс. Морждың денесінде қалың май қабаты бар. Ол суық суда жылуды сақтайды. Бірақ бұл майдың тағы бір қызметі бар. Ол денені жарақаттан қорғауға көмектесетін қосымша қабат. Ал енді оның азу тістеріне қараңыз.
көп адам морждың тістері тамақ жеуге керек деп ойлайды, бірақ бұл толық жауап емес. Морж азу тістерін мұзға сүйеніп, денесін судан шығару кезінде де пайдаланады. Сондай-ақ олар әлеуметтік бәсекеде және қорғаныста маңызды. Сондықтан морждың азуы оның сыртқы келбетінің бір бөлігі ғана емес. Бұл оның Арктикадағы өмір сүру құралдарының бірі. Енді морждың көп адам байқай бермейтін қасиетіне келейік. Мынау оның азу тісі емес, мынау мұрты. Морждың тұмсығындағы қалың мұрттар өте сезімтал. Ол теңіз түбінде қорегіздеген кезде осы сезімтал түктерді пайдалана алады. Өйткені су астында көзбен бәрін көру әрқашан мүмкін емес. Сондықтан морж үшін әлемнің бір бөлігі көзбен емес, жанасу арқылы танылады. Ол теңіз түбін зерттейді, қозғалысты сезеді, қорегін іздейді. Сөйтіп өзінің ауыр денесін бекер жұмсамай, энергияны тиімді пайдаланады. Бұл өте маңызды, себебі Арктикада тамақ табу жай ғана тамақтану емес, бұл энергияны үнемдеу жарысы. Енді екеуінің жолы қай жерде қиылысады? Ағаю ет іздейді, морж теңіз түбінен қорек іздейді. Ағаю жыртқыш, морж негізінен түпкі омыртқасыздармен қоректенетін теңіз сүтқоректісі. Бірақ олардың жолы кейде бір жерде қиылысады. Морждар мұз үстінде демалуға шыққанда, сол жерде ағаюда пайда болуы мүмкін. Міне осы кезде сырттай қарағанда өте қарапайым көрінетін жағдай басталады. Аю моржды көрді, бірақ аю бірден жүгірмейді. Неге? Өйткені табиғатта жыртқыш үшін әрбір шабуылдың бағасы бар. Егер ол шараланса, келесі аңшылыққа қатыса алмайды. Егер аяғы зақымдалса, мұз үстінде жүру қиындайды. Ал Арктикада әлсіздік ұзаққа созылмайды. Сондықтан ересек сау моржға шабуыл жасау аю үшін өте қауіпті шешім. Аю морждың өлгенін емес, әлсіздігін іздейді. Міне біздің бүгінгі негізгі ойымыз осы. Табиғаттағы нағыз жыртқыш әрқашан ең күшті қарсыласты таңдамайды. Ол ең аз тәуекелмен ең көп пайда беретін олжаны іздейді. Жас морж, әлсіреген морж, жарақат алған морж, жағалауда қолайсыз жағдайда қалған морж, яғни ағаюдың стратегиясы. Мен ең үлкенін жеңемін емес, мен ең тиімдісін таңдаймын. Осы айырмашылық жыртқыштардың эволюциялық стратегиясын түсінудің кілті. Морждың ең үлкен қорғанысы өзі емес, морждың тағы бір қызық ерекшелік бар. Олар көбінесе үлкен топ болып жиналады. Неге? Өйткені топта болу қауіп келген кезде үлкен артықшылық. Бір моржды бақылау қиын емес, ал жүздеген морждың арасынан шабуыл жасау әлдеқайда күрделі. Міне осы жерде табиғаттың тағы бір заңын көреміз. Ағаюдың күші жалғыздықта, морждың күші көпшілікте. Бірі жалғыз аң аулауға бейімделген, екіншісі топпен қорғануға бейімделген. Енді ең көп қойылатын сұраққа келдік. Кім күшті? Ағаю ма, морж ба? Егер ашық жерде бір ересек ағаю мен сау ересек моржды салыстырсақ, мұнда біреуі міндетті түрде жеңеді деп айту дұрыс емес. Өйткені бұл екі жануардың қаруы әртүрлі. Ағаю қозғалысқа, аңшылыққа және шабуыл стратегиясына бейімделген. Ал морж дене массасына, қорғанысқа, азу тістеріне және топтық қауіпсіздікке сүйенеді. Сондықтан бұл жерде ең дұрыс сұрақ кім мықты емес, кімнің стратегиясы дәл осы жағдайда тиімді. Міне табиғатқа қараудың басқа қыры осы. Ағаюдың көбеюі өте баяу. Аналық ағаю төлдерін апанда дүниеге әкеледі. Кішкентай ағаюлар алғаш туған кезде анасына толық тәуелді. Анасы оларды сүтімен қоректендіріп, сыртқы әлемге дайындайды. Балалары біраз уақыттан кейін ғана апаннан шығып, Арктиканың қатал жағдайымен таныса бастайды. Ал моржда көбіне бір ғана төлге қамқорлық жасайды. Морждың төлі
ұзақ уақыт анасына тәуелді болады. Демек, екі жануардың да стратегиясы бір нәрсені көрсетеді. Арктикада бала дүниеге әкелу оңай емес, оның тірі қалдыру да оңай емес. Бүгін біз екі жануар туралы сөйлестік, бірақ шын мәнінде бұл оқиғаның үшінші кейіпкері бар. Ол мұз. Ағаю үшін теңіз мұзы аң аулайтын платформа, морж үшін мұз демалатын орын және өмір сүру кеңістігінің маңызды бөлігі. Мұздың қозғалысы өзгерсе, олардың жүріп тұруы өзгереді, азық табуы өзгереді, демалатын орындары өзгереді. Яғни ағаю мен морждың тағдыры тек бір-біріне емес, Арктиканың бүкіл экожүйесіне байланысты. Сонымен, біз басында ағаю морждан неге қорқады деп сұрадық, бірақ видео соңында сұрақтың өзі өзгерді. Ағаю шынымен қорқа ма? Жоқ, ол тәуекелді есептейді. Морж жеңілмейтін жануар ма? Жоқ, бірақ оның қорғанысы өте мықты. Ал табиғаттағы ең қызық нәрсе күштің өзі емес, күшті қалай қолданатыны. Ағаю өзінің күшін босқа жұмсамайды. Морж өз азуын босқа көрсетпейді. Екеуі де бір ғана мақсатпен өмір сүреді, аман қалу. Сондықтан табиғатта кейде ең үлкен тіс емес, ең дұрыс шешім жеңеді. Егер сіз бүгін жануарларға бұрынғыдан басқа көзбен қарай бастаған болсаңыз, демек жануарлар шындығы өз мақсатына жетті. Арнаға жазылып, видеоны лайкпен қолдаңыздар. Ал келесі шығарылымда біз тағы бір жануардың сыртқы бейнесінің артында қандай таңғаларлық стратегия жасырынғанын бірге ашамыз. Бұл жануарлар шындығы. Жануарды көріп қана қоймаймыз, оның артындағы шындықты зерттейміз. Сау, саламатта болыңыздар.